Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін дымлямаш істейтін боламыз. Өте дәмді, оңай жасалатын тағамның бірі. Видеоны қарап, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Әрқайсыларыңыздың лайктарыңыз, комментарийіңіз менің арнамның дамуына үлкен үлесін тигізеді. Ал енді қазанымызға азғана май құйып, үш майды турап салатын боламыз. Қызарғанша осы майда қуырып алатын боламыз. Қызартып қуырып алғаннан кейін еттерімізді сала береміз. Мен жылқы етін пайдаландым. Қызарғанша бетін жауып қоямыз. Азына су тартылғаннан кейін пиязымызды салатын боламыз. Осы пиязбен жұмсарып пісетін болады. Одан кейін көкөністерімізді сала береміз. Сәбізімізді, үйімізде қандай көкөніс түрлері бар, барлығын қоса беретін боламыз. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салаттар, торттар, пирожнолар бар. Кіріп көріңіздер. Осылай жайғастырып болғаннан кейін болгар борщтарын да саламыз. Ірілетіп турап саламыз бәрін. Одан кейін арасына осылай сарымсағымызды салып отырамыз, дәм беру үшін. Одан кейін ірілетіп тураған картошкаларымызды салатын боламыз. Арасына бұрышымызды, тұзымызды, тағы да сарымсағымызды салып отырамыз. Укроп, петрушка ұнататын жандар болса, сала берсеңіздер болады. Мен балаларым ұнатпағаннан кейін салмадым. Қызанақтарымызды да осылай салып, бетіне капустамызды қоя береміз. Әрқайсысын салып болғаннан кейін осылай сарымсағымызды салып отырамыз. Ірілетіп тураған капустамызды саламыз. Бір кружка суға бір қасық томат салып араластырып, сулы болып тұру үшін осылай құйдым. Газымыздың астын орташа отқа қоямыз піскенше. Осылай оңай жасалады. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.